Қазақ эстрадасының жұлдызы Меруерт Түсіпбаева әлеуметтік желіде өзін белгісіз біреулер қорқытқанын айтты. Өнер иесінің сөзінше, әлдекімдер оған тыржаңалаш суретін ғаламторға жүктеп тастайтындарын айтып бопсауламақшы болған. Меруерт Түсіпбаева бұл жағдайдың Instagram желісіндегі бір даулы мәселе туралы жазбасына қатысты бар деп ойлады. Себебі, қауіпті хабарламалар әнші өз ойын ғаламторда жариялаған соң келе бастаған. Бейтаныс адамдар эстрада жұлдызына оның тыржаңалаш жатқан фотоларын таратып тастайтынын айтып қорқытпақ болған. Алайда өнер иесі өзіне ондай форматтағы суреттер жоқ екеніне кәміл сенімді болған соң олардың сөздерін елемеген. Меруерт Түсіпбаева басынан өткен бұл жағдай жайлы папарацци бағдарламасында ашып айтты. Мен сол кісі деп нақты айта алмаймын, бірақ сол уақытта балаларды қорлап, оларға қарбыздың қабағын жегізген еркек туралы жазбадым. Ол кісі ме? Ол емес пе, нақты білмедім, бірақ маған кәдімгідей WhatsApp желісінен қорқынышты хаттар келді. Мен оларды балама көрсеттім. Мен сенің тыржаңалаш жатқан фотоңды саламын деген хаттар келді. Бірақ Құдайға шүкір, енді мен еш жерде тыржаңалаш жатпаппын. Бірақ қазір фотошоп деген бар. Заман өзгерді. Осыдан 5-6 жыл бұрын тойға барып, халықтың арасында джип мініп коттеджде тұрдық. Енді қайтаратын уақыт келді, деп ағынан жарылды Меруерт Түсіпбаева.